Bir zamanda Ғайса пайғамбар моланың жанынан өтіп бара жатып қабірдегі әруақтарды көреді. Олар жиналып, жақсы сұхбат құрып отыр екен. Ішінде бір әруақ басы салбырап, көңілсіз отырады. Ғайса сонда: "Сенің неге көңіл күйің жоқ? Басқалары бүгін шат-шадыман отыр ғой" дейді. Олардың ұрпағы ата-анасын есіне алып дұға жасапты. Садақа таратыпты. Мені ешкім есіне де алмады, дейді. Сонда Ғайса: "Артыңда тұяқ қалып еді?" деп сұрайды. "Бір балам бар, бірақ оның жағдайы жоқ" дейді. Ғайса ертесіне ол баланы іздеп табады. Ол бір асханада ыдыс жуады екен. Ғайса оған: "О дүниеде әкеңнің ахуалы нашар. Әкеңе дұға жасап, артынан садақа бер" дейді. Бала: "Шамам жетпейді, күн көрсім қиын" дейді. "Бір амал жаса, Тәңірім ниетке береді. Итке жуынды берсең де садақа" деп Ғайса кеңес береді. Бала садақа бермекке ниет етеді. Сол күні кешке асханада қалған қиқым қалдықпен жуындыны жинайды. Аулада жатқан қотыр итке тамақ етіп береді. Ит тойған соң аспанға қарап ұлиды. Біраз уақыт өткен соң Ғайса моладағы әруақтарға тағы көреді. Бәрі шат-шадыман екен. Ғайса бұрынғы әруаққа: "Бауырым, жағдайың түзелді ме?" деп сұрайды. "Иә, менің де соңымнан қайырлы дұғалар жетті. Ұлым бір итке садақа беріпті. Иттің разылығынан менің де рухым шалқыды. Ұлыма дән ризамын" депті. Осыдан соң баланың ісі алға басып, жағдайы түзеліп